Сәлем достар. Бүгін біз күздің суық күнінде ыстық шаймен жақсы кететін өте дәмді де жұмсақ күлше нанын дайындаймыз. Қолдың сары майын қосып жесеңіз тіпті керемет болады. Достар, видеомызды көрмес бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолда білдіріп қойыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, шым-шым тұз, дрож және қопсытқыш қосамыз. Үстінен бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 шай қасық шекер қосып, әбден ерігенше тағы да араластырамыз. Біркелкі масса болған соң бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Одан кейін үстіне електен өткізілген ұнды қосамыз. Ұнды консистенциясына қарай 3 бөліп қосамыз. Өйткені ұнды бірден қоссақ, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Бастапқыда венчикпен араластырамыз. Қамыр қоюланғанда қолымызбен илейміз. Бетін жылы жауып, 1 сағатқа ашытуға қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз осылай көтерілді. Енді қолымызды майлап, бір қайырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, противенге саламыз. Бетін осылай пленкамен жауып, 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген нандардың ортасын қолмен басып, арнайы басқышпен формасын келтіреміз. Болмаса, вилкамен жасай берсе де болады. Одан кейін жұмыртқаның сарысына 1 қасық сүт қосып, нандардың бетіне жағамыз. Сол кезде беті жылтырап, қызарып, әдемі піседі. Үстіне мак немесе күнжіт себуге болады. Нанымызды қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минутқа қоямыз. Міне достар, қараңыздаршы, нанымыз әдемі көтеріліп, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.